Аутоиммунды аурулар дегеніміз қандай аурулар? Ең бірінші аутоиммунды аурулар дегеніміз не? Соған тоқтала кетейік. Аутоиммунды ауру дегеніміз біздің иммунды жүйемізге өзіміздің иммунитетіміздің қарсы шығуы. Яғни өзіміздің иммунитетіміз, өзіміздің иммунды жүйеміз танымай бастаған кезде аутоиммунды аурулар пайда болады. Мысалы, оларға аутоиммунды тиреоидит, ревматоидный артрит, склеродермия, және де аллергия деген сияқты қант диабетінің бірінші типі, бұлардың барлығы аутоиммунды ауруларға жатады. Сондықтан бұндай аурулардың алдын алу үшін біз не істеуіміз керек? Өзіміздің иммунды системамызға поддержка жасауымыз керек. Ал иммунитетіміздің 80% ол біздің асқазан ішек жүйемізде. Сондықтан ең бірінші біз не істеуіміз керек? Асқазан ішек жүйеміз дұрыс болу үшін дұрыс тамақтанудан бастауымыз керек. Сол кезде біздің алмайтын, емделмейтін қамалымыз болмайды.